Күмістің қасиеті. Ең бірінші, адам ата жерге түскеннен кейін қарны аша бастапты. Сол кезде Алла тағалам оған тамақ үйретуге Жебірейіл періштені жіберіпті. Періште жаратқанның айтуымен адам атаға ас пісіріп үйретіпті. Әйелдерден бұрын тамақ істеуді еркек үйренген. Жебірейіл періштенің үйретуімен әбден ас пісіруді меңгерген адам ата шебер аспаз болған екен. Байқасаңыздар, әлі күнге дейін мейрамханалардағы аға аспаздардың басым бөлігі ер кісілер. Ас пісіруге шебер адам ата бір күні Хауанаға: "Сен ас жасауды үйрен. Мен саған қалай жасау керектігін көрсетейін. Ертең мен аң аулауға кеткенде өзіңе керек болады" дей бергенде, анамыздың қолдары ренжіпті. Ол бізбен қалай ас пісіреді? Баланы жуындырады, оның үлкен және кіші дәретін ұстайды, таза емес қолдармен тамақты қалай жасайды депті. Сонда Алла тағала: "Олай болса, әйел қолдарына алтын, күміс, гауһардан білезік тақсын. Осы үшеуін тақса, істеген тамағы таза болады" деп жауап беріпті. Мұны естіген Жебірейіл періште Хауананың қолына біреуін алтыннан, біреуін күмістен, біреуін гауһардан 3 білезік тағыпты. Бұл әйел бізді әр нәрсеге салып бұлғайды деп реніш білдірген алтын тастың ішіне, гауһар судың ішіне секіріп кетіпті. Жалғыз күміс қолында қалыпты. Содан бері алтын тастан, гауһар судан шығатын болыпты. Алла тағаланың құзыретінен аса алмай, адал қызметші ретінде күміс әйелдің білегінде қалыпты. Тамақ істеген кезде күміс тағар болса, тағам таза һәм дәмді болатыны осыдан екен. Содан бері алтын бойдағы ауыртпалықты анда-санда алады, күміс Құдайдың құттығын алады деген аталы сөз қалған екен. Гүлзия Жаңабайқызы Қарағұлова. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.